Сәлем достар, сіздермен мөлдір. Бүгін сіздермен таңғы асқа сұлы жарнасынан құймақ дайындайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Құрамына жұмыртқа, сүт, қант, тұз және сұлы қажет. Ыдысымызға жұмыртқамызды салып, оның үстіне сүтімізді құйып, шым-шым тұз және қантымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырамыз. Менің жолдасыма какаомен қосылған құймақ ұнайды, сол себепті какао қостым, бірақ ол міндетті емес. Сұлыны, яғни овсянканы алдын ала блендермен ұнтақтап алдым. Барлығын жақсылап араластырып, осындай сұйық масса болу қажет. Қызып тұрған табаға бір ожау құйып, пісіріп аламыз. Табаның астындағы от шамамен орташа болу керек. Арасына салынған салма өз қалауыңызша. Овсяна блин өте тойымды әрі пайдалы болып саналады. Таңғы асқа міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар.